Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін IQ-Star бағдарламасына келіп қалдық. Сіздердің алдарыңызда қазақ эстрадасының жас жұлдыздары Бека Бекайдаров және Ғалымжан Нұрқалықов. Және де Нұртас Қайратұлы. Я. Мектеп бітіргеніңізге неше жыл болды? Так, мектеп. 2013, 8 жыл болды. 2012, маған 9 жыл болды. Маған 8 жыл болды. 10 жыл екен скоро, 4 жыл. Сабақты қалай оқыдыңыз? Так, мен негізі жас оқым, 9 классқа дейін отличник болғам. 5 пен қызыл аттестатпен бітіргенмін. Кейіннен 9-дан кейін колледжға түстік. Республикалық эстрада цирк колледж Жүсіпбек атындағы қызыл дипломмен бітіргенмін. Кейін университетке Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында дипломда бірақ төрт оқып, былай негізі жақсы оқығам. Қайттым деп кетіп қалсаң ба? Мен енді мектепте 5-6 класс қана оқыдым нормально. Одан кейін енді сабақтан қашып, кішкене мұғалімдерін қаншып, Бекстан оқисың ба, сен адам болмайсың деп көп әңгіме айтатын мұғалімдер. Сен ешқайыққа оқуға түсе алмайсың деп. Одан кейін Талдықорған қаласында Қаныбек Басеков колледжіне түстім, вокал отделениесіне. Соны бітіріп, Құрманғазы консерваторияның вокалын бітірдім мен де. Сол биыл бітіріп тұрмын. Иә. Бай мектепте оқыдым деп айта алмаймын енді. Сен ше? Мен 8 классқа дейін жақсы оқығам. 4 пен 5 келді. Одан кейін ары қарай шыдай алмай кеткен шығармын. Сосын колледжға түстік. Колледжда шыны керек оқыдым деп айта алмаймын. Тура Бека сияқты адам болмайсың деп әнші болып кеттік. Бітірдік, ән айтып, әнші болып кеттік. Аяқ асты. Мен екен болып мұстарыларында. Иә, сен жауап бересің деп ойлаймын енді қыз бәрін. Саған сенеміз, Нұртас. Қай пәндерден қиналдыңыздар? Мен қиналған пәнім химия пәні болатын. Себебі мектеп директоры беретін. Қатал болатын, ұрса беретін. Басқа темада негізі әңгіме болып кететін класста. Сабақтан кім кешігіп жүр, анау химияны өтпейтінбіз негізі. Бірақ ана тест неге сонда экзамен келген кезде қинайтын ғой кәдімгідей. Мен дене шынықтырудан қиналатын деп қойсаң. Химия ғой сол тоже. Химия апай қатал болатын бізде. Сабақ уақытысында келіп алады. Содан кейін сабақ сұрайды кәдімгідей. Тығылып отырсын, по журнал тексереді ғой мектеп кезінде ше. Бір химиядан жуас апай берді деген есіме. Тоқ соққысына төтеп бере аласыздар ма? Енді барынша шыдауға тырысамыз. Шыдаймыз ба? Деп ойлаймын. Шыдаймыз. Бірінші бөлім мектеп және мен. Бұл айналымда өнер иесінің мектеп қабырғасында алған білімі тексеріледі. Сұраққа жауап бере алмаған қонақ өзі туралы тың дерекпен бөліседі. Қазақстан біріккен ұлттар ұйымына қай жылы мүше болды? Қазақстан ба? 1992 ма? Наурыз айы әйтеуір. Бірі или екісі? Ну, дайындал келген. Жоқ, мен білемін ғой ана. Бізден факт па? Тоқ соқпады ғой жерде. Тоқ жоқ қой. Екінші бөлімде. Айтықсың. Мен 5-ші классқа дейін орыс сынуында оқығам. Мен де әкем де анам да орыс классында оқығанда, сонымен орыс классына берген. Потом 5-ші класстан кейін біз басқа жерге көшіп кеттік та. Содан ол жерде қазақ мектебі болды. Соны қазақша жалғастырып кеттім ары қарай. Абылай негізі орыс мектебінде. На русском как нормально все? Что? Мені көп адам жасын білмейді. Үлкен көрінеді ғой. Иә, мен үлкен көрінемін. 95 деп ойлайды, 94 деп ойлайды, бірақ шын жасым 1999 болғанмен. 1990. Сонда жасыңды айтсың? 22 дейсің ба? 22-ден ғой. Жоқ ма? 2. Әлемде халық саны бойынша бірінші орында тұрған Астананы атаңыз. Қытай. Ой, Астана. Пекин. Екеуіңіз есептедік, сізден бар. Қытай деп ма? Бейжің. Қинап тастадыңдар ғой. Колледж оқып жүрген кезде бірінші курста мен өзімнің авторлық жеке әнімді жаздырдым. Всегда мұғалімдер жағы, мейлі химия жағы, алгебра тағы басқа мұғалімдердің өздерінің группалары бар ғой. Сол группалар концерт қойған кезде мен шақыратын. Мен баратын да сол жаңағы әнді айтып берем. Сөйтіп жаңағы сабақтардан жақсы баға алатын. Қандай ән еді? Может, орындап бересіз бе оны? Қайтемін деген әнім.
Сен қинама, жүрегің болса тек айтшы, таңдауыңды мен тағы да жүремін қанша ауырттың жанымды. Шын сезімсіз жан жұбанбайды, тек үміт сыйлап тағдыр алдайды. Мен білдім, сездім, енді болмайды, ұмыту керек шығар. Қайтемін көнбедің, қалауымды таппадым, мазалай бергенім, жүрегімді қаққаным. Қайтемін көнейін, қарамасаң қарама, мен басқа не дейін, жалынуға болама. Құтадығу білік дастанының авторы кім? Жүсіп Баласағұн. Баласағұн Жүсіп деп айтайын. Поэма дегеніміз не? Поэма деген шығарма? Музыкальный шығарма? Бірнеше дастан. Поэма деген суреттеп шығаратын шығарма ба? Музыкалық ба? Жанр. Кейіпкер жоқ. Музыкамен кеп Саучер сөйлейік. Не болды жарыс? Жоқ, поэма емес ол, сен деген операны нені айтып жатсың? Поэма дегеніміз андай Аққулар поэмасы мысалы, иә? авторлармен. Жағы. Өлеңмен Суреттеп. Өлеңмен сөйлетеді. суреттеп. Мен айттым суреттеп. Өлеңмен. Поэма деп. Өлеңмен бейнелейді ғой, әке, соны әңгіме. Бейнелеу, иә. Екен факт давай. Басса мен ойлана тұрайын, қандай факт ма? Үлкенге жол береміз. Мектеп кезінде УБТ-ға қалай бармадым? Директор шақырып алады мені. Бексұстан кел осындай. Оны негізі көп адам білмейді. Көбісіне мен УБТ-ға бардым дей салам, кішкене ұялғаннан. УБТ-ға бармадым ба не деп таңғалатындар көп қой қазір. Директор өзіне шақырып алады, бір қағаз береді. Бексұстан жаз мында дейді. Не жазамын дейін. Осындай мен өз қолымен деп УБТ-ны тапсырмайын сияқты. Сөйтіп жаздым, бірақ көп достарым білмейді. НТ-ға бардым деп, қанша алдым енді, ой 100 алдым деп қоясын өтіктен ше. Енді соны айтып отырмын енді, ұят болмасын деп. Өтірікші кезім. 9 айын медколледжге кетемін дедім, мұғалімдер аттестатқа баға қойып берді. Болды, кетем деп мұғалімдермен ұрысып таласып кеттім. И медколледжге мен тапсыра алмай қалдым, үлгермей қалдым. И қайттан 10 класста 1 сентябрь тұрсың ғой. Негізі Бексұстан бізде фельдшер болса екен. Давай, Гала. Мен көбісі негізі жаңағы отбасымда жалғыз ұл деп ойлайды. Өйткені всегда деп жүрді. Негізі 10 балалы отбасымыз, мен 7-сімін. Еще көзім жасым. Молодец, сол бір дуол шапалық келді мына жерде. Не де? Анамыз батыран екен. Әлемдегі ең биік сарқырама қалай аталады? Анхел. Мариан. Анхел. Екі факт. Факттан кете алмай қойдым ғой. Оқу керек еді кезінде деп қойды. Апайлар кешіріңіздер. Мариан шыңғымас екен ғой. Бір күні бір кезде Нұртас Қайратұлы екеуміз бір тойға барып қалдық. Сөйтіп Нұртас екеуміз біріміз көп құсатады. Сөйтіп дәрет орнында тұрсам, бір кісі келіп, Нұртас балам, жарайсың, молодец деп тұрды. Сөйтіп менің қарадымда, беті қолы жоқ, қарадымда. Мен Нұртас емеспін, Ғалымжанмын деген. Соны сыртта. Адытта айналып кетіп қалды өшім. Сөйтіп екеумізді, факт екеуміз құсатады көп жерде. Көп жерде негізі әңгімені не істеймін, көп құсатып жатады. Самайымыз ғой. Жоқ, самайсың. Бір ретіміз 3-4 сонда оқиға болды. Ғалымжанға, ой, Нұртас деп айтып кетеді дейді, маған Ғалымжан деп кетеді. Мен әдемірекпін айтын. Көбінесе Ғалымжанды менің інім ретінде көреткен көбісі. Кәдімгі ағайынды деп санайды екен де. Мақалды жалғастырыңыз. Ағайын тату болса, ат көп. Ас көп. Айғайлап айттым, бәріміз айттық қой негізі. Сен айғайлап айттың просто. Мен просто төмен екінші дауысты айттым деп қойды. Жүрсіңдер, ат көп деп айттыңдар. Мен ас көп дедім. Ат көп емес. Тату болмаса расход деп жалғастырасыз. Тату болмаса расход. Бәрін жауап бердік вроде. Келесі сұрақ қойыңызшы. Короче, мен кішкентай кезімде әнді енді бастап жүрген кезде, мен интернеттен тойға шығу керек қой енді. Мен өзі ән айту білмеймін дұрыс. Записім жоқ, нем жоқ. Біреудің әнін тойда ұра беретін. Бәрі, мынам дауысы нең керемет деп сол бір факт болды менде.
біреудің дауысына өтірік өлең айтады кішкентай кезімде. 3-ші класстан живой айтатын. Жоқ, сенің не емес қой, факт емес сен. Менің аяқ киім размері 41. Қазақта үш арсыз деп нені атаған? Тамақ арсыз. Мен бірінші айттым, ұйқы, тамақ, күлкі. Иә. Ұйқы деген мен айттым. Жоқ, толық кім айтты? Бәрін толық мен айттым мен бәрін. Ұйқы. Мен айттым, рас айтам. Сендер екеуін ғана айттым, мен үшіншісін толықтырып кеттім ма? Күлкі. Ұйқы, тамақ, күлкі ғой. Маған сағынайсың. Менен факт. Бокспен айналысып келатқанмын ғой негізі. Ойлағанмын спортсмен боламын деп, кәдімгі айналысып келатып. Одан кейін білмеймін қалай әнші болып кеткенмін. 10-ші класста кейін әнші болып кеттім. Абай Құнанбаев қай қалада білім алды? Өскемен? Не ғой? Ақтөбе. Семей. Өскемен деп ме? Семей. Факт. Енді айтайын өн. Айтайын, мен ойланамайшы. Жалпы өнерлі жігітпін ғой. Мен Еңбеш қазақ ауданы бойынша өзім сол жерде тұрдым ғой. Мектеп кезінде жарыстарға апаратынмын. Мені жаңағы ән айтудан және спорт жағынан апаратынмын всегда. Мен турникқа жақсы тартылатын. 39 рет, 40 рет бейді. Рас. Сөйтіп мені шақырып, сөйтіп жүрдім да, бірақ жарыс кезінде алып кетеді да, бірақ сабаққа келген кезде төмендетіп тастайды всегда. Сол мұғалімдер кінәлісіздер. Ақталмады ойымыз. Мен негізі не десем болады енді, бақытты болғанды деп қойсаң. Қандай факт айтса болады енді. Енді мектеп кезінде сол айттым ғой, УБТ-ға бармайсың деген кезде. Сол УБТ-ға бармайсың деп қол хат жазғаннан бастап мен. Қатты есімізде қалды. Иә, қатты алды. 2 ай сабаққа бармадым ғой. 2 ай маған директор айтты, сабаққа келсең де келмесең де өзің білесің деген соны. Жарайды дедім де 2 ай бармадым сабаққа. Нарцисс сөзі қандай мағынаны білдіреді? Өзін жақсы көретін. Нарцисс па? Мен нарцисс деп естіп тұрмын. Мен нарғыз деп ойлап тұрмын. Мен әлі миыма келіп ана сұрақ бүйтіп керемін десе бұлар уже айтып тастады ғой. Факт. Только ОБТ емес па? Негізі ОБТ-ға баратын болсам деп па? Деп айтса енді сен. Жоқ, сен айтасың. Жауап бердің ма? Биіктен қатты қорқамын. 5-ші этажда неде бүйтіп қараймын ғой, денем нетіп кетеді. Биіктен, скоростьтан, тағы не бар? Жыланнан қатты қорқамын. Ужасно қорқамын. Жаман қорқамын деп қойсам. Сол мен. 5-ші этажда тұрып ОБТ тапсырамын деп қойған. Екінші бөлім. Менің таным көкжиегім. Бұл бөлімде жұлдыздардың таным көкжиегін анықтайтын боламыз. Сондай-ақ музыкалық білімдерін де бағамдаймыз. Қонақ дұрыс жауап бере алмаса, керісінше қарсыласы тоқ соққысын алады. Жерден көтеру оңай, бірақ алысқа лақтыру қиын. Ол не? Мақта. Болды. Мен әлі қалай деуші еді мақта. Әппәп. Пух. Мамық. Ой, болды, басын. Жоқ, басыңыз болды, жетеді. Мамық. 2 рет басты. Мен айттым ғой мамық деп. Бірінші пух дедім, соң қазақшасы мамық. Енді 5-ші классқа дейін орысша оқыған можно понять, да? Кеттік. Дәрігер науқасқа 3 дәрі беріп, оны жарты сағат сайын ішу керектігін айтты. Осы 3 дәріні ішіп бітіруге қанша уақыт кетеді? 1 күн. 1 күн? 2 рет бас жедіңіз. 1 рет, одан енді 2 рет бас 1 сағат. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы қай жерде орналасқан? Алматыда. Неде? Абай Назарбаева. Абай Байсейтова. Енді дұрыстаттық қой Алматыда деп. Абай Назарбаева. Жоқ, тоқтаңдар. Аблайхана. Енді дұрыс қой, Байсейтов қой, Аблайхана. Жоқ, Аблайхана. Аблайхан көшесінде. Жұмбақты шешіңіз. Қадалды біріне, нүктеде түймеге. Ол не? Сұрақ белгісі. Леп белгісі. Круассан сөзі француз тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Алтай. Нан. Ай, жартай. Жартай. Енді Алтай ғой? Жартай. Ангела Меркель кім болды?
жауап берсей брат. Теріліп кетті. Дұрыс айттың ғой, иә? Жоқ, Ангела Меркель не ғой? Президенттің басқаша бір баламасы ғой. Канновер ме еді? Қалай еді? Канело деп. Жоқ. Канцлері. Бізді соқпайтшы. Канцлер. Ойбай. Келіп кетті. Несі мына дұрыс болмайды, шатасып отыр. Айдынның Асқардан бойы ұзын, бірақ Жанаттан кіші. Кім ұзын? Жанат ұзын. Жанат ұзын. Екеуі. Екі әке, екі ұл, үш апельсин тауып, оларды өзара бөлгенде әрқайсысына бір-бірден бұйырды. Неге? Өйткені әжесі бар. Жоқ, әкесі бар. Екі әкесі бар. Өйткені екі әкесі үш ұлына береді ғой. Әкесі бар ғой. Не? Мамасы бар. Өйткені. Үш апельсин дейсіз бе? Жоқ, общий 5 ұл болып тұр ғой сонда. Общий 5 ұл. Дұрыс па? Ай, брайт, тоны дұршы. Бір-біріне бұйырды, жетпей қалды, короче, қалған. Жоқ. Мен де жауап берейінші. Так, екі әке, екі ұл. Сол үш апельсин, не? Біреу атасы, сонан атасының баласы, сонан оның екі баласы. Немересі ғой сонда, немересі. Екен орындар екен. Біз дұрама не? Орындар екен. Қандай жағдайда үш атасы, екі әжесі, төрт немересі, үш мысық және күшік бір қолшатырдың астына сыйып кетеді? Және неге үсті бастары суланбайды? Қолшатырдың астында тұр ғой. Мен көңіл сүйсе бәрі сен қойды. Көңіліңді. Олар үш ата ғой негізі. Дұрыс па? Үш ата. Жоқ, дұрыс жауабы қандай болды сонда? Қолшатыр, дәушатыр. Жоқ, болды, шын жауабын айтсызыншы. Қолшатыр жоқ қой. Жаңбыр жоқ. Жоқ, қолшатыр жоқ қой деп қой, жаңбыр жоқ. Айбы! Сен ұрды ма? Ұрып атыр ма? Ұрватыр. Жаралғанда жабысқан, ол не? Жаралғанда жабысқан? Не ғой? Күйік. Күйік, анда, мұң. Жаралғанда жабысқан. Жаралған намыстан. Жаралғанда жабысқан. Бауыр. Жаралғанда жабысқан. Атын қояды. Үшінші бөлім. Мен әріптестерім жайлы не білемін? Бұл айналымда отандық шоу-бизнеске қатысты қызықты сұрақтар қойылады. Шешімін таппаған жағдайда жеке басына қатысты сауалға жауап беруге тура келеді. Ей, бері қара, бұл қап-қара Шымкент деп жүрген әнші кім? Кім? Шымкенттің әншісі ғой? Жоқ, кім? Шиза. Жанкүйерлеріне 1 миллион деп аталатын бейнебаян арнаған қай ұжым? Миллион командасы ғой кәдімгі, да? 4 миллион тұқсы. Не ғой? Меховая 8. Дидирекорд. Диди такси. Махаббат үшін қандай батыл қадамға бара аласыз? Ой, махаббат үшін бәріне бара аламын ғой. Мысалға. Есіңізден секірді. Жоқ, енді ондай емес қой. Махаббат үшін қалқаманға барамын десем. Мен махаббат үшін енді қол жетімді неге барасың ғой бәрі ондай. Ойбай, өлем күйем деп секіріп кету ондай жоқ қой. Деген сияқты ғой енді. Есіңіздер ғой. Махаббат үшін ән арнайсың ғой, әнші боласың. Жоқ, махаббат үшін әрді құсай. Енді Шәмшіден Мұқағалида махаббатты жырлаған бізде жырлаймыз ғой достар. Ғазизхан Шекербеков пен Диана Исмаилдың қосыла шырқаған әні қалай аталады? Мә тыңдамаппын мен. Бір болайық бі? Жоқ. Келші жаным менің, келші Жоқ, ол емес. Диана Исмаилмен деп тұр ғой, сен ол басқа ол емес па? Бұрынғы ән айтып тұрған жоқ па? Кешір мені. Сен кешір мені. Сен кешір. Өмірлеріңізді бір фильммен сипатта десе, ол қандай фильм болар еді? Несі ма? Жанры ма? Жаралы сезімді. Жанр ма? Енді не деп айтатын еді анандайды? Қандай кино? Драма, сонда лирический драма. Лирикаға жақын сонда елестен. Сондай мен көреді. Хулиган деп. Триллер десе, фантастика. Жоқ, мен сол. Жоқ. Махаббат.
махаббат гүлі солмай Драма. Дорама десе, дорама. Романтика. мен айтып қойдым ғой лирика 18+ әділет жауғашардың бір тұйғаныңды сүйдім бейнебаянына түскен блогер қыз кім? ай мен айттым Үшеуміз бірге айттық қой. Ай офишал. оны білеміз ғой 91 тобының Синьорита әнінің бейнебаянын түсірген режиссер кім? мен антиваны тыңдамаймын мен білмеймін Иә, Қапшағайда түсірді ғой. қызықпаймын Андай не? Айдос. Азамат жан қуаныш қуаныш. Осы күнге дейін жеткен басты жетістігіңіз? Енді мысалы ер жігіттің 3 парызы бар деп айтады ғой. Біріншісі үйлену, екіншісі үй салу, үшіншісі ағаш отырғызу. Сол екеуін орындадық. Ағаш ертең отырғызамыз. Жеткен жетістігіміз сол деп есептеймін. сен ше Бұл өмірдегі. Мен сол жүрген. әлі орындамадың ба Жоқ, мен бойдақпын. Берт сала орындаймыз ғой, Алла қаласа. Менің жетістігім мектеп кезіндегі сол ойлап жүрген нәрселерімді ойға асырып жатырмын. Енді оқу бітірдік. Әндер жазып жатырмын. Алға қадам басып жатырмын. Бүкіл еңбекші қазақ ауданымша Алматы бойынша концерт беріп шығу. Алда қойған мақсатым. Бұйыртса Алла қаласа жетеміз оған. бұйырса жетеміз Қазақстандағы алғашқы музыкалық телеарна қалай аталады? Хит TV ғой. Ал Нұртас. Айтып тұрамын үндемеді. Есіңізде қалған ерекше комментарий? Атын әтей қойып алған деген комментарийлер. Әтей солай қойып алған. Негізі олай емес. Айта кетейін осы жерде. Менің әкем аты Қайрат, есімім Нұртас. Нұртас Қайрат болып жүрген жайымыз бар. Бірақ Қайрат Нұртасқа ешқандай туыстық, ондай не қатысым жоқ. Как она есть солай. Удостоверениеде солай тұр. Мен танысқанда солай ойлағым. мен де ойлағам кастет жүр ма қайрат 2000 вообще ұқсамаймын қалай кастет 2015-те Нұртас Қайратұлы Есік қаласына концерт беріп жүрген кезде мен жанында жүрдім постоянно. Жас ұлпын сол кезде ойлайтын ол Нұртас Қайрат Нұртасқа не жетті. Іште ойлайсың ғой, бірақ содан кейін көзім жеткеннен білдім что жоқ ондай. адамның түсінігі төмен ғой Ол кезде енді бала болған еді. Қатемді кешіріңдер. Шашы ұзын қыз, ауырмайды жүрек әндеріне кавер жасаған өнерпаз қандай образда өнер көрсетеді? Қарға. Бүркіттен кейін шыққан қарға деген шықты ғой анау Инстаграмда қарға. Кез келген адам жасап көруі немесе көруге тиіс нәрсе ол не? Енді риск шығар, енді риск деп ойлаймын жаңағыда. Рисковать етіп көру керек тұрған нәрсеңді жасап көру керек деп ойлаймын рисковать етпесең не етпейсің ғой, как бы біле алмайсың да. Ол жерден қателесу мүмкін адам болмаса дұрыс табу мүмкін. қателескен дұрыс деп ойлаймын Қорқыныш нәрсе. Енді оның бәрі жаңағы өзің өміріңмен рисковать етесің ғой сен. Сол үшін риск деп айтамын, өзім немде қалам. Риск. Не дейді қазақшасы? Тәуекелге бар. менде сол ғой тәуекел мүсілімге бару. кто не рискнет, тот шампанский не пьет дейді Бағдарламадан алған әсерлеріңіз қандай? Өте керемет, өте күшті. иә көңілді Екінші тур әсіресе қиындау болды. екінші турында терлеп кеттік кәдімгідей Өте позитивный, ұнады, күшті. Қай сұрақ есіңізде қалды? Екі ата, екі әше, екі бала дегенде. Сосын атасы, баласы деген. апельсин Негізі әлі түсіне алмай отырмын. мен де түсінген жоқпын әлі соны апельсинді Апельсин келді, сол апельсин. Түсінде ма? Апельсин деген жақсы ғой десің. Сіз таптыңыз ғой соны. Апельсин былай ғой, атасы иә ең үлкен, мысалы, екеуің баласы болсаң, мен сендер папаларым, менің папам жаңа атасы ғой. Екі әке деген сол, әкесі, екі баласы. біз екеуміз кім екеуміз сен балаңыз Иә, менің балам. сен батең біздің атамыз Менің папам әне. біздің атамыз Сендердің аталарың. Иә. Ол кісі менің әкем, иә мен сендердің әкелерім. Иә. Екі әке ма? иә Мен ол кісінің баласымын, сендер менің балам, екі бала. и апельсин не қатысы бар Үшеу ғой, үш апельсин үшеумізге бөліп береді, ол кісі әкесі жемейді ғой. деп қойсайық Прикол, да? примерно түсіндім Қыс келе жатыр. типа сен батең жемейді үшеумізге бере салады үшеу баласына иә Қатысушыларға 3 бөлім бойынша 26 сұрақ қойылды. Жалпы қорытынды ұпай 10, 15 және 15. Бұл бағдарламада Нұртас пен Ғалымжан тепе-тең түсті. Эстафетаны кімге жолдайсыздар? Мен осы эстафетаны жан бауырым, досым Думан Талғатұлы және де Айбек Қайболла сендерге жолдаймын, келіңдер. мен бұл эстафетаны өмірдегі Талғат Жорабаевқа жолдаймын Мен өзімнің эстафетамды Маралбек Битенов бауырыма жолдаймын, өмірдегі өзім бауырым өнердегі. Келесі жолы
сен келетін бол обязательно. Мачо. Ал құрметті көрермендер, барлықтарыңызға назар қойып көргендеріңізге үлкен рахмет. Біз сіздермен қоштасамыз. Сау саламатты болыңыздар, көп рахмет. Айкеустар, вы лучше. Хит TV канал. Бомбаңыздар. Балалық шақтан бері танысты. Уақыт сынынан өткен игі дәстүр. Ақсайынан